Үлкендерді сыйлау, табиғатты қорғау, айналаны ластау, үлкендерге жол бермеу. Осы екеуінің ортасында қандай мақал қойдық біз? Топ басшылар, тобымыздағы оқушыларды белгілеп отырмыз ба? Балын қойып отырмыз ба? Ондай болса, келесі тапсырмаға кетеміз, оқушылар. Келесі тапсырма, дәптермен жұмыс бүгінгі күні жазамыз. Бізде екі сөз бар. Бері қараймыз. Қандай сөз бар екен? Направлено және направлено дегенімізде жергілікті жазалайық. Жылдамдатыңдар. Жаз. Жас болып қалып па? Кәне оқушылар жас болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырма топтық жұмыс. Топта отырып, бәріміз орындаймыз. Бірінші топқа, бірінші ақыл тобына өлең мазмұнын постер арқылы жеткізу. Түсінікті ғой, екінші топқа рафт стратегиясы бойынша авторға хат жазу. Білеміз ғой, хат жазуды. Үшінші топқа Абайдың ғылым таппай өлеңі мен Ыбырай Алтынсариннің кел балалар оқуын өлеңін салыстырамыз. Осы жерде кел балалар оқуын өлеңін бір шумағын тупайып жүреді. Кім біледі? Кім? Жансыреп, айта қойшы. Кел балалар оқығанды көңілге ықыласпен тоқылы. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар. Іздегеннің алдынан іздемей-ақ табылар. Енді осы кел балалар оқылықпен ғылым таппай мақтанбай екі өлеңін салыстырамыз. Оқушылар. Кел балалар оқысын. Сендер постер қолдайсыңдар. Сендер постер қолдайсыңдар.
оқушылар тыңдаймыз. Сәлеметсіз бе ата, амансыз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Менің атам сізге сәлем айтып жатыр. Ал мен болсам, сіз жіберген қолым таппай мақтанба атты өлеңіңізді оқыдым. Маған қатты ұнады, себебі ол жерден өнеге білім, тәлім тәрбие алдым. Тіпті жақсы мен жаманды ажырата алдым. Сізге алғысым шексіз, құрметпен тауысатын. Хат. Сәлеметсіз бе ата, қал жағдайыңыз қалай? Мен сізді жіберген, яғни бізге өнеге үлгі қылып қалдырған, біліміңіз бен тәрбиеңізге өз алғысымды білдіремін. Мен өзіме көп білімменен өнеге алдым. Сізге көп рахмет. Біз үшін түрлі білімдермен жарыстыңыз. Мен сіздің өлеңдеріңізді оқып жүрмін. Құрметпен Сәлеметсіз абай ата. Қал жағдайыңыз қалай? Атам мен сіз жіберген ғылым таппай мақтанба атты өлеңін оқыдым. Және де өзіме қатысты, өзгеге қатысты нәрселерді ұқтым. Жақсы мен жаман үйреніп. Жаманды ажырата білдім. Сәлеметсіз бе? Менің қымбатты атам, сіздің өлеңіңіз бойынша мен өзімді өзгертуге бел будым. Сізге көп рахмет. Бұл өлеңмен көптеген нәрселерді үйрендім. Құрметпен. Жарайсыңдар, отыра ғой. Енді осы тапсырмалар бойынша оқушылар қорқа кетеге. Өлеңнің мазмұны бойынша көзде қорғамаған топтар не болатын едіңдер? Кәні? Әйтпесе өз ойыңызды айтып кетейік, өлең бойынша, жақсы мен жаман қасиет. Біз жақсы мен жаманды ажырата білдік. Енді авторлар хат дейді. Абай атамызға басқа оқушыларда хат жазу болады ғой, қалай етіп жазатын еді? Мен Абай атамыздың алдымен қал жағдайыңызға келемін. Сонымен қатар өлеңдер маған өте қатты ұнайды, және мен өзімнің үлгі тұтатын ақындардың бірі ретінде қабылдаймын. Абай атам түрлі өлеңдер жайлы, оны қандай мақсатта, қалай жазған туралы, оны қалай, қандай оймен жазған туралы көптен сұрайды едім. Және де біз осы өтіп жатқан ғылым таппай мақтанба өлеңі бойынша хат жазатын оқушылар бар ма басқа топтарда? Ассалаумағалейкум Абай атам. Сіз қазақтың бір туар тау тұлғалы, пайдаланбас тұлғасыз қалың қазақ қамы үшін бар білген ақылы мен нақылға толғанарда жанр мен поэзияның шыңырау шегіне жеткен туындыларыңыз біз болашақ жастар үшін баға жетпес мол қазына. Шыр етіп дүние есігін ашып келген сәбиден бастап еңкейген қарттың жасқа дейінгі адамзат болмысын суреттеп қана қоймай кемел адам болып толысуына тура жол көрсететін шығармаларыңыз нағыз тәрбие құралы. 5 нәрседен асық бол, 5 нәрсеге қашық бол арқылы бұл дүниеге бір кірпіш болып қаланың әрбір адамзаттың борышы. Сіз қазақ әдебиетінің тарихында өшпестей із қалдырған дара болмысыңыз мәңгілік болмақ. Рухыңыз әрқашан риза болсын. Жарайсың. Ақыл тобынан Дулат. Мен Абай атаға хат жазатын болсам, бірінші оның хал жағдайын сұрайды. Қалыңыз қалай деп сұрайды. Және де қазіргі сәтте барлық елге, барлық әлемде танымал Қазақстанның үлгі тұтар ақыны. Сөйтіп ғылым таппай мақтанба өлеңмен мен не жаман, не жақсы екенін білдім. Өсек өтірік мақтаншақ деген барлығы жаман іс. Өсек деген бір адамның жаман қасиетін барлығына тарату. Мақтаншақ деген өзіңде бар затпен мақтану, ол дұрыс емес зат. Еріншек шүкір мал шашпақ дегеніміз, мал шашпақ деген өзінің затында бекерден бекер құрту деген заттар. Еріншек деген ол қазіргі сәтте ол көп адам еріншек болып барады. Еріншек болмауға шақырады. Абай атаның 30
Абай атаның кәсіп қорытындыларында айтамыз. Оқушылар, енді біз осы тапсырмалар бойынша жаңа топ басшыларына біз бағалау парағы едік. Сол бағалау парағы бойынша енді қазір топ басшылар есептеп тұра қойды. Қазір сабақты бекіту бойынша біз ғылым білім маңызы деген тақырыпқа сұрақ-жауап ойын ойнайды. Бір-бір сұрақ дайындап отырамыз. Келесі топ, өткен тапсырма бойынша осы ғылым білім туралы. Ғылым таппай мақтанба өлеңінде бір-бір сұрақ дайындаймыз. Жоқ, ауызша бір-бір сұрақ. Санжар, айта қойшы бір сұрақ. Санжар, еңбек тобына қояды сұрақты. Еңбек тобы бізге ғылым тобына қояды. Ғылым тобы ақыл тобына қояды. Ғылым таппай өлеңін кім жазған? Абай Құнанбайұлы. Ғылым таппай өлеңі қашан жазылған? Қашан жазылған? Айтса болады ма? Ғылым таппай өлеңі 1886 жылы жазылған.